Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қыз құлаған аңыз. Бұл өте көне аңыз. Баяғы өткен заманда бір-біріне ғашық бопты Дәуренбек пен Қайша қыз. Қайшаның әкесі өте бай екен. 4 құбыласы түгел, ағайын туысы да өзіне сай екен. Ал Дәуренбек шу асаудың құлақтан басар жылқышы. Жалшы жігіт бай қызына тең келсін бе, Байекең оны туыс көрсін бе? Махаббатын қызыл алауыздың қалың қарағайына жасырып, екі ғашық сирек те болса кездесіп, сырласып тұрыпты. Сезіміне сарқырап аққан Шажа өзені куә. Екеудің сырын қыз жеңгесі біліпті, іштей тілекші болып жүріпті. Арада уақыт өтеді. Қайша қыздың сұлулығы аңыз боп шар тарапқа кетеді. Көзі жақұттай жарқылдап, қос бұрымы тобығынан түсіп тұр. Білегі Шажадан шошыған хан балықтай жұмыр, сауырындай аппақ. Сөйлесе, аузынан малжан төгіледі деп, Қайшаны көргеннің бәрі мақтайды. Сұлу қыз туралы сол өңірдегі Балдырған деген бай да естіп құмартады. Селдір сақалда, бетін әжім басқан, таяққа әзер сүйеніп жүретін шал, сол сұлуды тоқал етсем арманым жоқ, барып құда түсіңдер. Қалың малына құлын тайды, енесімен, бота тайлақты келесімен, сиырды табынымен, қойды отарымен беремін деп, қыз әкесіне адам аттандырады. Балдырғанның кісілерін қыз әкесі құрметпен күтіп алып, ту бие сойдырып қонақ етеді. Әңгіме үстіне қызына берілетін қалың малды естіп, байдың есі кетеді. Қызымды беремін, жаңа ай туғанда келіп алып кетіңіздер, сәл дайындалайық дейді. Дүниесі еселенгенге қуанған бай. Келер күні құда түсушілерді қолтықтап демеп, атқа мінгізіп шығарып салған соң, Байекең ағайын жұртын жиып, құда күту қамына кіріседі. Өзін шалға бергелі жатқанын естіген Қайша қыз жеңгесіне барып бір жылап, шешесіне барып бір жылап, олардан жұбаныш таппаған соң, сол кек түсіп төсегіне жатып алады. Ауыл ақсақалдары жиылып байға келіп, Байеке, қызың ойымнан өліп кетер, өз малың өзіңе жетер, шалға да емес малға бола ұзатып отырсыз ғой, обал болар, теңіне беріңіз дейді. Дүние қоңызбай сөз ұқсын ба? Өңшең құл-құтан жиналып маған ақыл айтпақсыңдар ма? Балдырғандай баймен туыс болу мен үшін зор мәртебе емес пе? Өңшең ақымақ деп, қамшымен сыбап бәрін қуып шығады. Қыз әкесінің алған бетінен қайтпайтынын білген соң, жеңгесі қойшы баланы тауға жүгіртіп Дәуренбекке хабар береді. Намысты жігіт түн қатып бай ауылының маңына келеді. Жеңгесі еткен қыз келіп асық жанын көреді. Қан сөлі қашқан қызды көріп, Дәуренбек ширығып, айналайын Қайша жан, менімен жаның бірге ме дейді. Бірге. Етегімнен ұстадың ба? Ұстадым. Уәде ма? Уәде. Мен онда бір апта дайындалайын. Мен мінетін Керқұла, сен мінетін Бөрте атты тас қораға қамайын, ащы терін алайын. Содан кейін осы жерге келермін. Дайын тұр деп, Дәуренбек жылқыға аттанады. Қайшаға уақыт өтпеді. Құдаларым ішер деп саба пістірген, осы үйге түсір деп отау тіктірген, бал етіне тойсын деп құлын алдырған, тездет қане тез бол деп, елдің белін талдырған әкесінен құтылғанша асықты. Күндіз күлмейді, түнде көз ілмейді. Жастығы тас, төсегі тікен болды. Қызда дорбадан құрт алдырып, қоржынға сүр салдырып, өзінше дайындалды. Сөйтіп жүргенде уәделі күн жетіп, кеш бата қыз өзен басына келді. Сайда қараңдап тұрған қос жылқыны көріп, солай жүгіреді. Дәуренбек қыздың маңдайынан бір өбіп, оп-оңай көтеріп, Бөрте аттың үстіне қондыра салды. Екі ғашық тура Беласарға қарай салды. Ат тұяғының сытырын Шажаңның күркірі басып, ел естімеді, құл естіді. Құлағың түскір шоқпар құл, ат тұяғының даусын естіп қалып, ойбай сайды. Аттан, аттан, ауыл шошып оянды. Елдің бәрі ақ отауға жүгірді. Қызының жоғын естіген байдың өңі бұзылды, белі бүгілді. Отыра қалып басын топақтап, аласұрды, жынырды. Неге тұрсың өңшең мақұлық, ұстаңдар еді бақырып. Шоқпар құл бастан көп жігіт сай тұр еді ат мініп.
қиқулаған қуғыншы қызыл алауызды басына көтеріп қашқындардың ізіне түсті. Керқұла мен бөрте ат жерғақ еді жануар. Биік-биік тастардан ортекедей қарғыды. Терең-терең сайлардан ор қояндай орғыды. Сонда дағы болмады, көп қуғыншы қалмады. Таң атқанда білінді, қыздың белі талғанда. Дәуренбек көрді осы сәт, шоқ орманды алды. Тура салып екеуі орманға кірді сауғалап, қуғыншы жетті ізінше мұнда-мұндалап. Дәуренбектің қабыландай еді жүрегі, құрыштай еді білегі, қуғыншы мұны біледі. Бәрі батпай көп тұрып, тәуекел деп шоқпар құл орман ішке кіреді. Дәуренбектің бұл болды Құдай берген тілегі, шоқпар құлға атылып, қаршығадай бүреді. Алып ұрып сорлыны, жолына таспа тіледі. Әй шоқпар құл, аулақ менен жүр деді. Бақытымды мен саған ұрлатпаймын біл деді. Өстіп Дәуренбек шоқпар құлды сабап-сабап қуып жібереді. Ол көп серігіне жылап барады. Дәуренбектен кек алмай өлсем қайтпаймын деп жер тоқпақтайды. Бір кезде есін жиып, неге тұрсыңдар, өртеңдер мына орманды деп шолынды. Қуғыншылар орманға өрт қойып, Дәуренбек пен Қайша тұншыға бастайды. Жаным Қайша, бізге қосылуды тағдыр жазбапты. Мыналар екеумізді өлтірмей кетпейді. Сен бара ғой, саған тиіспейді, дейді Дәуренбек. Жаным сенен артық па, кетпеймін деп Қайша қыз зар қағады. Осы кезде Дәуренбек бөрте атты қамшымен тартып қалады. Шоқ орманның ішінен сыртқа қуып ат үстінде сұлу қыз зар еңіреп барады. Қуғыншылар қаумалап Қайшаны ұстап алады. Зар илеген мұңлы кет жүрегі елжіреп, екі көзі мөлдіреп орман жаққа қарады. Майы тамған қарағай лапылдап бір жанады. Көп өтпестен орманы күлі ғана қалады. Қуғыншылар етіп әкелген Қайшаға әкесі қатты қаһарланады. Арашаға бой бермей ана суға апарып, үстінен 1000 қой айдап өтіңдер, өлсе сүйегі сол жерде қалсын деп әмір етеді. Әмір қатты, жан тәтті. Жалшылар қызды жетелеп, тарау суға әкеліп, аяқ қолын байлап тастайды. Содан кейін мыңғыртып 1000 қой айдап әкеліп, қыздың үстінен жүргізеді. Бірақ жалшыда да жүрек бар. Қатты қумай, тар соқпақта қысылған қойлар кезектесіп, қыз белінен секіріп өтеді. Тағдырдың оң болып қабағы Қайша тірі қалады. Қызың 1000 қойдың тұяғынан аман қалды дегенде естіген бай тезірек әкет деп балдырған күйеу баласына хабар береді. Араға 3-4 күн салып құдалар да жетеді. Қызың мені масқара етті деп жорта өкпелеген балдырған азын-аулақ құны мен пұл беріп тезірек кетуге асығады. Бай қызының жасауын мол беріп, құлынынан үйреніп еді, иесімен бірге жүрсін деп бөрте атты қосып жетектетеді. Балдырған күйеу Қайшаны нарқоспаққа мінгізіп, ол түйенің басына шашақты қоңырау салдырып, қарқаралы көш тегізіп, жайлауына бет алды. Жол бойында тоқтамай, сал мен сері ән салды. Нарқоспақтың үстінде жаутаң-жаутаң қараумен Қайша кетіп барады. Қос жанардан тамшылар қомға торс-тұрс тамады. Тау басындағы жолмен біраз жүргеннен кейін Қайша қызға бір ой келді. Ол қасында ырғалып келе жатқан балдырғанға, даланың ерке қызы едім, өзеннен айға қараған, шашын самалта тараған аттың таңдап мінуші бозы менен баранын басқа салып бұл күні нарқоспақтың үстіне қорланған бір баламын. Бөрте атқа мінуге рұқсат етші ағатай, Құдай салды мен көндім, қашып қайда барамын. Бөрте атқа мінейін, жаныңа еріп жүрейін, ерке екен тоқал деп көрген адам сүйсінсін дейді. Мұны естіген балдырған шал мәз болады. Қайшының қашпасына, қашса да ұзаққа бармасына сеніп, түйеден түсіп атқа мінуіне рұқсат етеді. Жалшылар бөрте атты көлденең тартқанда Қайша қыз қарғып мініп, біраз жерге шауып кетеді. Сосын қайырылып тоқтай қалды. Әй, қу қақпас, әкеме сәлем айт. Ақ сұңқарға сақтаған ақ етімді құзғынға шоқытпақ болғанын екі дүниеде де кешірмеймін. Бірге өскен Дәуренбекпен жаным да тілегімде бір еді. Сол тілекке тосқауыл болдыңдар, ал жаныма иелік ете алмайсыңдар. Қош бол, жарық дүние деп айғайлап,
бөрте атты қамшымен осқылап тау жиегіне қарай шауып қарғып кетті. Балдырған ұмтылғанымен үлгермеді. Ат пен қыздың таудан төмен бумалап бара жатқанына бүкіл ел куә болды. Ертеңіне ел жиналып қызды да бөрте атты да сол таудың етегіне жерлепті. Міне, құрметті оқырман, жолыңыз түсіп Текелінің тауына барсаңыз, Шажа деген өзенні бойлаңыз. Сол Шажаның бойында ұзын ақ сілемі бар тау көрсеңіз, қыз құлаған деп ойлаңыз. Жаңағы сілем таудан домалаған ат пен қыздың ізі дейді. Осы аңызды айтып берген Жасұлан деген жайсаң, жықпыл тас сусып, үнемі төмен түсіп жатады екен. Ол қыздың көз жасы, етекте ұзынша келген шошақ төбе. Қыз бен атты осында жерлеген дейді. Төрт бұрышында моланың құлақ тасындай 4 қарағай қылтиып тұр. Сормамен жүріп отырып, атақты Қызыл ауыз жайлауына жетсеңіз, мен айтқан жайсаң Жасұланның үйінің үстінен түсесіз. Жаз бойы сонда отырады. Содан оңтүстік шығысқа көз салыңыз. Жайдақ асу көрінер. Ол Беласар. Одан арыда атақты Қызбел, Қайша сұлу мұң қойдық тұяғынан аман қалған жер. Қызбелден соң алдыңнан Дәуренбектің орманы шығады. Сырласып көріңіз. Діңін күйік шалған қарт қарағайлар сыбырлап махаббат аңызын айтып берер. Ал балдырған жайлауы қыз құлағаннан әрірек батысқа қарай жатар. Арнайы Жетісуда.